Бұл конференция билим берүүнүн философиялык негиздерин терең изилдөөгө жана илимий ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган маанилүү аянтча болуп берет. Конференциябызга Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын философ окумуштуулары, Өзбекстан, Түркия, Казакстан мамлекеттеринен философ окумуштуулар келип отурушат. Бүгүнкү күндө философия чындыгында билим берүүнүн дүйнө караштык жана методологиялык функцияларын терең түшүнүү аркылуу заманбап билим берүү системасын өнүктүрүүдө бир өзгөчө мааниге ээ экендигин бардык катышуучулар белгилеп атышат. Конференциянын ар бир секциясы жана докладдары бул багытта жаңы ачылыштарга жана илимий изилдөөлөргө бай болуп атканына күбө болуп атабыз. Конференция күн тартибиндеги коюлган маселелер бүгүнкү күндүн жүз бир актуал маселелери. Әсіресе міне инсанның ой өрісінің кеңеюі, оның дүние қарасы, әсіресе мына жас өсіп жатырған жас өспірімдер міне жастар үшін бұл нәрсе жүз бір күннің актуал мәселелері. Міне осы мәселелердің шешімдері қазір конференцияда көріліп жатыр. Міне бір қанша алымдар келген екен міне шет мемлекеттерден міне Түркияда міне азыр алымдардың недерін тыңдадық біз докладларын. Қазақстаннан міне сол философия тарауы бойынша сол неше жылдық тәжірибеге міне профессорлар міне академиклердің өздерінің докладларын қатынасып жатырыпты. Конференция жұмағы бойынша резолюцияда қабыл етіліп жатыр. Екінші бір ахметті тарапы міне бүгінгі глобаласу шариатында осы жоғары оқу орындар арасында біргеслесу жолға қойылып жатырыпты. Міне біз бұл бойынша бұл жерде келгенде һәм конференцияға қатынасып, һәм сол Қырғыз мемлекеттік университеті, һәм Қарақалпақ мемлекеттік университеті арасында меморандумға қол қою мәселелері күн тәртібінде бар міне басшыларымыздың. Міне бұл да көрсетеді, біз жақын келешекте біргеслесіп, өзара тәжірибе алмасып міне бұл жердегі алымдар міне бізге барып міне мастер-класслар өтіп міне ilmi işlerde birleşsemiz деген үміттеміз. Философияның өзгөчөлүгү мынакей алдын ала эмне болууну билүү, ошону көргөзүп берүү, адамдын мындай тиги чыгармачылык аң сезимин өсүп өндүрүүнү бере турган бул илим да, бул философия. Илимдердин ушул атасы падышасы болгон философияга мындай үстүрт көңүл кош маселелер жасалып атат. Ушул маанайда бүгүн чогулуп отурабыз. Албетте бүгүн иш-чарада жакшы докладдар айтылып, резолюция кабыл алабыз. Бул буюрса иш-чаранын жыйынтыгы турмушка ашат деген ойдобуз.